Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Айгерім осындай керемет, жұмсақ болып пісетін, үлпілдек болып, дәмі ауызда еритін, балаларыңыз сүйсініп жейтін бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше кеттік достар, рецепті бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға 400 граммдай жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне бір ас қасық дрожжымызды салып, осылайынан жаймендеп, жақсылап тұрып араластырамыз достар. Оның үстіне бір ас қасық қантымызды салып, оның үстінен 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып жаймендеп, осылайынан араластырамыз. Сосын бұны жақсылап араластырып болып, бетін жауып, жылы жерге 15 минуттай қойып қоямыз. Мына біздің салған дрожжымыз кішкене көпіршіктеніп ашу үшін. Осылайынан жасасаңыздар, ашытып жатқан бауырсағыңыз тез көтерілетін болады. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Менікі дайын болып қалды. Оның үстіне жаймендеп, електен өткізілген ұнымызды салып, араластыра отырып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындаймыз. Мінекей достар, менің елеген қамырым дайын болды. Осындай жұмсақ болып шықты, қолға жабыспайтындай болып. Енді осының бетін мен жақсылап жауып, орап қоямын. Қамырымыз тез ашу үшін. Менің қамырым дайын. Осыны мен алып, енді бір рет қайтарып қойып, екіншісінде жаятын боламын қамырымды. Мінекей менде екіншісінде тез арада көтеріліп шықты. Енді осыны түсіріп, ыдыстан жақсылап тұрып жайып, өздеріңіз қалағандарыңызша дөңгелектеп немесе төртбұрыштап форма жасап әдемілеп пісіріп шықсаңыздар болады достар. Менде мына жерде жаңа тұз салған жерім кадрым түспей қалыпты достар. Онымен бірге тұзды салу кезін ұмытпаңыздар. Мінекей мен осылайынан домалақта форма жасап шықтым. Жасаған формаларымды осылайынан 5-10 минутқа қойып қойдым. Бетін жауып, жылылап, одан кейін барып отқа салатын боламыз. Кішкене менікі көтерілсін. Бетін жауып осылай қойып қойдым. Мінекей достар, 5-10 минуттан кейін осылайынан бетін ашып, кішкене көтерілген дайын бауырсақтарымызды енді отқа салып ала беретін боламыз. Сол кезде бауырсақтарымыз пышный болып көтеріліп, дөңгелектеніп, жақсы болып пісетін болады. Мінекей достар, менің бауырсақтарым дайын. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің кішкентай ғана бір өтінішім бар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.